Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Мен бүгін синнабон пісірудің ең оңай және жылдам әдісімен рецептімен бөліскім келіп тұр. Өте керемет болып шығады. Менің қамырым 20 минуттың ішінде керемет болып күттіріліп, осындай әдемі болып шықты. Төменде қажетті ингредиенттерді көрсетіп кеттім. Алдымен апара жасаймыз. Ол үшін жылы суға бір ас қасық қант және бір ас қасық ашытқы қосып, бір 2-3 минутке қойып қоямыз. Басында яғни кішкене шляпасы шыққанға дейін. Шляпасы яғни шығатын болса, демек сіздердің ашытқыңыз реакцияға түсті деген сөз. Жауып қойып қоямыз бір 2-3 минутке. Енді сары майымызды ерітіп аламыз. Ашытқымызды дайындап аламыз. Барлығын алдын ала реттеп дайындап қойып аламыз да, енді қамырын елеуге кірісеміз. Ол үшін арнайы бір ыдыс алып, оған 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. 2 жұмыртқамызды жарып алғаннан кейін, оның үстіне қант қосамыз. Жалпы жұмыртқа бөлме температурасында болғаны абзал болады. Осының үстіне қант қосамыз. Қантты мен төменде көрсеткен мөлшерде қоссаңыздар, онда тәттірек болады. Егер де аз қатты тәтті қылдырғыңыз келмесе, онда аз қосуға болады. Кейін азғантай шым-шым тұз қосып, майымызды қосып, майдың үстіне бағана көтерілген шапочкасы шыққан ашытқымызды, яғни апарамызды қосасыздар дағы. Міне бізде шапочкасы көрінді. Демек, ашытқы реакцияға түсті. Кейін араластырып ұнды қосамыз. Мен алдыменен 300 грамм ұн қостым. 300 грамм ұнды қосқаннан кейін осылайынан венчикпен араластырып алдым. Кейін үстіне 200 грамм ұн қостым. Содан кейін 150 грамм ұн қостым. Мен бөліп қостым. Себебі қаншалықты мөлшерде кететінін нақты біліп алғым келді. Басында мен осылайынан венчикпен араластырдым. Себебі басында қамыр тым сұйық қой. Сол себепті қолмен араластырдым. Венчикпен араластырдым. Кейін кішкене қаттылау болған кезде венчикпен араластырдым. Сосын жаңағы 300 грамм қостым басында, сосын 200 грамм, сосын 150 грамм қостым. Себебі оның сапасы әртүрлі болады. Мен солай өлшеп қостым. Сосын қамырды елеп аласыздар. Қамырды елегенде қыздар міндетті түрде жаңағы осы шарашықтың сыртын барлығын жақсылап тұрып қолдарыңызбен жинап аласыздар. Жаңағы іші бәрі тап-таза болуы тиіс. Кейін дайын болған елеген қамырымыздың үстін бетін жауып қойып, мен шамамен 20 минутке ғана қойдым. Себебі балам ұйықтап жатқан кезде маған тез істеп алу керек болды. Егер де нанның қатты көтерілгенін қаласаңыздар, көбірек қоюларыңызға болады. Кейін нанды жайып аламыз. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей болуы тиіс. Қатты қалың және де қатты жұқа етуге болмайды. Мен шамамен 1 сантиметрдей етіп жайып алдым. Кейін пергаментті дайындап қойдым противенменен. Енді осы жаңағы қамырымыздың үстіне сары майымызды жағамыз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы тиіс. Менікі басында аздап қаттылау болды. Сол себепті мен қасықпенен кішкене осылайынан жағып алдым. Негізі бөлме температурасында жұп-жұмсақ болған сары май жақсы болатын еді. Кейін сары майдың үстіне корица себеміз. Бұл жерде өздеріңіз қалауларыңыз бойынша көбірек теу болған қаласаңыз көбірек те қосасыз, аз болған қаласаңыз аз да қосасыздар. Кейін қант себесіздер. Қант мөлшерде тәттірек болса көбірек қосасыздар, қатты тәтті болмаған қаламасаңыздар көп қоспайсыздар. Кейін осылайынан орайсыздар. Және де жіппен де кесуге болады. Жіппен кесетін болсаңыздар, онда түзу әдемі болып шығады. Мен жіппен емес, өзі арнайы жаңағы кесетін мындай палочкамен кесіп шықтым. Тіпті размерінен бір түрлі қылдырып істесеңіздер де болады. Мен көз мөлшеріменен кесіп шықтым да, противенге салғаннан кейін 15 минутке бетін орамалмен жауып қойып қойдым. Кішкене көтерілгенін тағы да күттім. Содан кейін 180 градуста пісіріп аласыздар. Сырты сарғайып болғанға дейін. Бұл менде кремім, яғни қаймаққа сахарная пудраны қосып қойдым да, дайындап қойдым. Міне дайын болып піскен менің синнабондарым осындай күшті болып піседі. Помадкасын жасасаңыздар да болады, жасамасаңыздар да болады, қалауларыңыз бойынша. Тіпті творожный сырмен жасап та жатады. Мен енді жай қаймаққа сахарная пудра қосып жасадым. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте күшті болып шықты. Шай ішуге енді керемет болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын.